сәлем тағдырлар арнасының тыңдармандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жеңгеме үйленейін десем, әйелімді қимаймын. Бұрын қазақта ағасы немесе інісі қайтыс болса, сол үйдің жесіріне әмеңгерлікпен үйленетін салт болған. Бұл өз бауырының балаларын бөтеннің қолына жаутаңдатпай, жесірін жылатпай, өз елінде тәрбиелеп өсірудің тәсілі еді. Соңғы жылдары әмеңгерлікпен үйленген кісілерді жиі естімейтін болдық. Десе де ел ішінде осы салтты қайта жаңғыртқысы келетіндер бар екен. Мәселен, Нұрболат есімді азамат жеңгесіне ғашық болып, оны өзіне жар еткісі келеді. Жасым 40-тан асқанда жеңгемді ұнатып қаламын деп, үш ұйықтасам түсіме кірмепті, дейді ол. Өзім отбасылымын, 5 балам бар. Алда үйленіп бір немере сыйлаған. Келіншегім де өте жақсы адам. Аллаға шүкір бақыттымын. Бірақ соңғы кездері жеңгемді өзгелерден қатты қызғанатынымды байқадым. Біз атадан 2 ұл едік. Өзімнен үлкен Еркін деген 3 жыл бұрын ағам жұмбақ жағдайда қаза тапты. Соңғы жылдар ішімдікке сәл әуестеу болды да ешкімді тыңдамайтын, мінезі шәлкес адамға айналып шыға келді. Ондайды қазақта арқасы бар дейді ғой. Ішімдік жақпайтын. Мас болған кезде көзіне әрдеңе елестеп өз-өзіне сөйлесіп кететін. Бауыры болып, әпкелерімен бірге талай емшіге, тәуіптерге қараттық, бірақ нәтиже болмады. Бір күні сол ағам үйіне ішіп келіп, ауылға кіре сала жан-жағына жалтақтап, "Кетіңдер, кет, бармаймын" деп айқайға салыпты. Балалары, әйелі төсегіне жатқызбақ болған, бірақ ешкімге бағынбаған. "Мені алып кетпекші, мақұл, барамын, болды, барамын" деп аяғына жұқпай көшеге қарай қашып кетіпті. Артынан жүгіріп шыққан балалары ізінен адасып қалған. Ертеңіне бүкіл ауыл өре түгелеп Еркінді іздеуге шықтық. Еш дерек жоқ. Қалада өзі секілді ішімдікке әуес достары бар еді. Сонда кетті ме деп қаладағы орталық базарының маңын шарладық. Еш дерегі шықпады. Арада осылай 2 апта өтті. Әпкелерім Түркістан жақта суретке қарап бал ашатын көріпкел кісі бар деп естіген екен. Салып ұрып сонда бардық. Әлгі кісі ағамның суретіне қарап отырып, ауылдарының маңында ағынды өзен немесе көл бар екен. Тірілердің қатарынан көрмей тұрмын, судан табасындар деп қойып қалды. Еркін екеуміздің жас айырмашылығымыз әжептәуір. Арамызда әпкелерім бар. Әкем қайтыс болған соң ол маған ерекше қамқор болып, әке орнына әке бола білді. Сондықтан оның қайтыс болған дегенде асқар тауым құлағандай еңіреп қалдым. Дереу ағайын кісілерді жинап, ауыл маңынан ағатын өзенге барып, арнайы сүңгуірлерді шақыртып іздедік. 2-ші күн дегенде өзім үлкен айырды суға салып, қадап қалғанымда әлгі айыр ағымның санына қадалып, ісініп кеткен денесін өзім тауып алғанмын. Өзеннің астында үлкен ағаш жатқан екен, соған тіреліп тұрып қалыпты. Осы көрініс менің көз алдымда әлі кетпейді. Есіме түскен сайын жүрегім тарсылдап ауа жетпей қалады. Дегенмен уақыт деген орнында тұрмайды. Тірі адам тіршілігін жасап жатыр. Былтыр ағамның үлкен қызын ұзаттық. Құтты орнына қондырдық. Енді 2 баласы бар. Бұйыртса оларды да өзім үйлендіріп, қолымнан келгенше жәрдемімді беремін. Бірақ бір мәселе шығып тұр. Ауыл арасында өсек жатқан ба? Соңғы кездері кейбір кісілер пәленшенің Еркіннің үйіне кіргенін көрдік. Түгенше жеңгеге жиі барғыштап жүр деп әңгіме айтып келеді. Оны естіген сайын намысым келіп ыза боламын. Баяғының адамдары әмеңгерлікпен үйленуге болады дейтін. Олай етейін десем әйелім бой бермейді. Айлығың өзіңнен артылмай жатқанда бұл қай жетіскенің? Жеңгеңе жаның ашып, емшегің езіліп бара жатса, кет, сол үйге барып тұр деп ұрыс шығарады. Айрандай үйіп отырған шаңырағымның шырқын бұзып аламын ба деп оны ойлаймын. Десе де ағамның шаңырағына кім көрінгеннің кіріп, төрін бұлғағанын жаныма батып барады. Бұл туралы жеңгеме де ашық сөйлесе алмаймын. Оны өзгелердің қызғанған сайын маған ұнап бара жатқан сияқты. Соңғы кездері әр нәрсені сұлдауратып жиі баратын болдым. Осылай деп ағынан жарылған азамат тығырықтан шығар жол таппай отыр. Ол өгіз өлмейтіндей, арба сынбайтындай дұрыс шешім жасау үшін көпшіліктен кеңес күтіп жүр.